Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен өте тез дайындалатын әрі өте дәмді болып шығатын пицца дайындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен біз бір ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен 5 ас қасық қаймақты саламыз. Оның үстінен 5 ас қасық майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болғанша. Бір келкі қылып араластырғаннан кейін 9 ас қасық ұнымызды салып, үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қамырымыз сұйық, құймақтікі, яғни аладидікі сияқты болып шығады. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Дайын қамырымызды кішкене май жағылған формаға құйып, жұқалап жайып шығамыз қасықпен. Үлкен форма қолдана берсеңіздер болады. Қамырларыңыздың бетіне кетчуп немесе томатный паста жақсаңыздар болады. Мен видеода кәдімгі үй жағдайында дайындалған лечо салатын қолдандым. Бетіне салатын салмаларыңызда кез келген болса болады. Мендегі шұжық және тұздалған қияр, 2 түрлі сыр, сметанковый және сулугуни. Барлығын салып болғаннан кейін духовкада 200 градуста 20 минут пісірамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болады, дәмді, тез дайындалады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.